Бүгінгі видеода бір ғана брейнрот сиятын базамен 10 миллион доллар жасауымыз керек. Ол қаражатты жинауға бізде тек қана 1 сағат бар. Бұл менің арнамдағы ең қиын челлендждердің бірі болды. Бұл челленджді орындай алдым ба, оны видеоның соңында көресіздер. Ал ендеше құрметті досым, осы жылдың соңына дейін мен 50 мың жазылушыға жеткім келіп отыр. Сондықтан сенен көмек керек. Ол арнаға жазылу, мына жердегі подписаться деген кнопканы басып қой, себебі сен арнаны жазылмай көреді екенсің. Ал егер арнама жазылсаң, онда видеоға кеттік. Мәссаған достар, мынандай бір брейнрот қана сиятын базаны алғаш рет көруім. Егер сіздер де бірінші рет көріп тұрсаңыздар, онда тез лайк басып жіберіңіздер. Ал енді мына базамен ақшаны қалай жинауға болады, құрметті достар? Дәл қазір комментарийге жазып жіберіңіздер. Ең жеңіл жолын мен қарайтын болам. Келесі жолы бұдан да тез өтуге тырысатын боламыз. Енді қазір бізде алғашқы брейнротты алайық. Қазір енді Нубини Пиццаниниді аламыз. Алғашқы брейнрот біздің базамызға кіретін. Ол брейнрот енді білесіздер, өте нубтарға арналған, басында осыны алады барлығы. Ал біздер ақшамызды 100 долларға тез жеткізіп алайық. Әлі жетпейді екен ғой. Естеріңізде ма? Бұрында 0 доллардан 1 триллионға жететін кезде Нубини Пиццанинидің 5-еуін алам. Одан кейін Пепи Кивиді алам, я, соның арқасында. Ода Флюра, сол мен бір Потапиім әрі қарай кете беретін еді, ол күшті брейнроттарға. Ал қазір біз енді тек қана күніміз бір брейнротқа қарап тұр, және ол Нубини Пиццанини ме білмеймін, енді бұл мен ақшаны жинап алайық дейсіз. Қаншаға баратын да, қанша уақыт кететін де, мүлдемейді, ешқандай ақпарат жоқ. Енді Нубини өтініш кішкене тезірек алып келе аласың ба ақшаны? Мен мына жерден бірдеме алайын десем, так 500 доллар керек. Мысалы, Тимчист алу үшін 500 доллар керек. Талпа Деферон алу үшін 1000 доллар керек. Ал біздің Нубини жалғыз өзі ақша алып келмей жатыр, достар. Не істейміз, Тез бетекші. Ойбай, бір брейнрот деген сұмдық қой. Базын жауып қоямыз, достар. Базын жауып қойық. Ешкім көрмейтіндей болып қараңыздаршы. Лазерді қараңыздаршы. Тек кішкентай ғана базыларға арналған ғой. Наяқтағы базыларды қараңыздар, достар. Мына жерде енді бізде 453 доллар, достар. 453 доллар дегеніміз не? Ол дым емес қой. 500 долларға жеткізейікші. Құрғанда 500 доллар жинап берші. Өтініш Нубини Пиццанини, 477, 479, 480, 490. Қашан боласы 490? Мына жерде тұрамыз. Өтініш Нубини. Білем, секундына аз беретінгі, бірақ маған дәл қазір тез сенен қаражаттар керек. 511 олып кеттік. Енді 511 долларға бізде Тимчист бар. Тимчист ала алмаймыз, себебі база бізде толық, достар. Мұнан сатамыз. Тесіз Нубини. Жақсы. Аманшылықта сені 13 долларға сатып жібердім ба? Қанша қалдым? Мұнау секундына 5 доллар ғана береді ғой, достар. Мен біз қалай дамаймыз алға қарай? Тимчист көбірек бере аласың ба кішкене, Мүмкін бізге бір Diamond бірдеме версиялар шығар, достар. Әзірге Тимчизіміз қанша ақша алып келген көрейік. Тимчиз кішкене тез дамып жатыр. Яғни осыдан кейін не брейнрот алуға болады? Лерили Лариланы алуға болады екен, бірақ Лерили Лариланы алатын болсақ ешқандай пайдасы болмайды. Пепи Кивиге ойлану керек, достар. Пепи Кивиді алатын болсақ, ол секундына 13 доллар береді. Ойбай, мына базамен рахаттанып тұрып дамитын болармыз, 400 доллар дейді. Құрметті достар, Тимчиз өзінің ақшасын ақтады. Тимчиз молодец. Тимчиз. Жарайсың, Тимчиз өзінің ақшасын қайтарды. Енді 500 доллар. Бізде екінші орында жоқ қой, достар. Қайтадан мына жерге енді қалай білмеймін, ойланып отырмын. Екінші орын жоқ болған өте қиын екен. Тек қана бір брейнрот қоятын орынмен мынау қалай дамимыз, Бұл, достар, кәдімгідей қиын болайын деп тұрған сияқты, достар. Сондықтан қазір сіздерден қолдау керек. Ол әрине арнаға жазылу. Так, не аламыз? Бізде 1000 долларға бірдеме керек. Бұл 750 доллар тұрады екен. Менде ақша жетеді. Әзірге соны ала тұрайық 750 долларға. Әлде 1000 долларға жеткізіп бірден Талпа Деферон аламыз. Давай, Талпа Дефероға ақша жеткізейік. Талпа Дефероға жетейін деп тұр ақшамыз. 900, тағы бір 100 доллар жинап қоя аласың ба? Тимчиз, мұна өтіп кеткенше, Талпа Деферо өтіп кет. Жоқ, артында тағы біреу бар екен. Жинай бер. Уайымдама. 70, 80, 90. 96 болды. Жетті. Сен сату керек екен ғой бірінші. Анаяқтан брейнрот алу үшін бірінші мына Тимчиз сатуымыз керек, достар. Талпа Деферо қайда? Міне, Талпа Деферо міне кетіп жатыр. Талпа Деферо, сен қазір ең бақытты брейнроттардың бірісің. Себебі менің базымда жалғыз ғана бір брейнрот болады. Ол әрине сен. Және тез ақша алып келе аласың ба сен де маған? Ойбай, біздер бірінші миллионға жетейік та, достар. Мына түрімізден біз миллионға жете алмайды сияқтымыз ғой. Миллионға жетсек біздер қуанайын деп тұрық қой. Ойбай.
Ой, адамдар кіріп шыққан сайын базалардың барлығы бір қабатты болып баратыр достар. Бізде $260 мынаны аламыз. Но бізде $1,500 бар және $1,500-ға не бар бізде? Бұлар өте арзан. Оппо, мынау қанша тұрады? 250 мың, блюберини, октопусини. Сен күнде өтетін едің ғой, мен сені мән беріп, саған қарамайтын едім. Енді мен қазір бар ғой, сол мән бермегенім үшін кешірім сұраймын. Менде $250 мың жоқ мысалы. Не істейміз достар? Тез мынаяқтан енді сәл қымбаттау беретін брейнрот қарайық. Талпа деферо. $14 береді мына талпа деферо. Ойбай, сен кете тұр. Ойбай, мынаны аламыз достар. Сонда тез дамаймыз, қараңыздар. Diamond версиялар бар талпа дефероның. Тез кір. Тез ішке. Давай. Оппо, жақсы, мынау жақсы. Біздер жайлап көтеріліп жатыр достар. $1,500 бар бізде. $1,500-ға мысалы мынаяқтан не алуға болады? $1,500-ға Пипи Киви алуға болады. Пипи Киви секундына 13 береді екен. Жоқ біздің Diamond версиясындағы. Лирили ларила достар. Мұнауда мүмкін көп беретін шығар деп айтып едім, бірақ көп бермейді екен. Лирили ларила. Сен ойлашы мысалы, сен Diamond болып шығып жатсың. Неге сен секундына $1,000 беретін болмайсың? Неге сен арзан беретін болып шығасың? Мен түсінбеймін. Ойбой, достар, ойбой. $640 жинақ қойды. 2000-дан астық достар. $2000-дан астық. Мысалы, мен талпа дефероның әдемісін алып қалдым. Diamond версиясын. Қалғандарының барлығы өте арзан беретін брейнроттар. Сондықтан мына жерден қарайтын боламыз енді. Не бар бізде? Қымбатырақ беретін брейнроттар да шықпай жатыр ма? Біртүрлі болып жатыр ғой достар. Сіздерде сондай ощущение жоқ па? 2x сәттілік қосып жіберсе ғой, қазір мысалға да сәймей тұрып. Мә саған 2x сәттілік миллер десе, ой, қандай керемет болады. Бір потапимді алу керек достар. Әзірге біздің талпа деферо тағы да $1000. Жақсы достар, өте жақсы. Біздер $100-дан $3000-ға өстік. Енді мысалға осы базаның арқасында біз өзіміздің брейнроттарды бағалай аламыз. Себебі біз осы уақытқа дейін тез көтеріліп кететін едік қой, 10 шақты брейнрот сатып алып. Ал қазір енді өйтіп істей алмайсың. Неге? Себебі сіздер бір база арқылы өйтіп көп брейнрот табу мүмкін емес. Саған 350 мың тұрады ғой достар. 350 мың. 35 мыңға жетіп алсам ғой, наналар едім. Бурбалини лололили еді. Diamond версиясындағы бір нәрсе шығарғаларыңыз келмей ма сіздер? Ойбай, мына қараңыздар достар. Team Cheese Бонека, бонека амбала бұл достар $5000 тұрады, бірақ секундына көп береді. Мысалы, мына $14 беретін болса, бонека амбала бұл секундына $60 береді достар. Мына бонека амбала бұлды алу керек қой. Ешқандай қиналмастан алу керек достар еще. Мынандай екеуін қойып қойғанда вообще тез дамайтын едік. Ё-майо. Достар, мына қараңыздар, Сэмми 2x сәттілік қосып жіберген 15 минутқа. Менде мынандай ақша жоқ, мынаны сатып алатын қазір. 300 мыңда жоқ. Sigma Boy күте тұрыңыздар, сәл арзан да болып шықпайсыздар ма? Саған мен бонека амбалабудың өзі біраз қымбат ақша. Жақсы, бонека амбалабу өз-өзіне ақтап жатыр достар, қараңыздар. Секундына $90-дан беріп жатыр, я. 60 қой негізі, бірақ 90-дан беріп жатыр. Білмеймін не екенін. Енді бұдан қымбат бірдеме шыға ма, шықпай ма білмеймін. Find Brainrot дейді. Неге өйтіп айтып отқанын білмеймін. Так, $1000 әдемі. Бізде енді қазір тек қана күту ғана қалды достар. Егер күтетін болсақ, мына жерде бірден тез ақша жинап қуатын шығар. Күтейік. Ал құрметті достар, бонека амбалабу бізде $21000 жинап қойған, яғни біздер $30000-ға жақындап қалдық. Бізде егерде қазір жақсы брейнрот шығып жатса, онда біздерге бір жақсы достар брейнротты тауып алуға болады. Сондықтан өтініш, мына сәттілікпен бірдеме шығарыңыздар. Шынаяқта бонека амбалабудың Diamond версиялары шығып жатыр ғой достар. Мынау жақсы ғой, мынауың рахат қой. Бірақ қымбат брейнрот шықпай. Міне, қымбат брейнрот кетқан сияқты достар. 35 мың тұрады. Бурбалони лула лолигатор $35 мың тұрады. Бұл жақсы мүмкіндік деп есептеймін. Егер жетсе әрине, маған 5 мың, ойбай, 5 мың жинай аласың ба? 5 мың жинай алмайды достар. Маған бұны сату керек, сатсам қанша шығады екен? Қазір көрейін, сатайын. 2500 ғана шығады екен достар. Тез. $1500 жинаш бонека. $1500 жинаш, мен алып үлгерем. $1500 өтініш. Давай. Үлгерем, 35 мың қоймейді. 1 миллисекунды жетсе алмай қалдым ғой достар. 1 миллисекунды ойлаңыздар. Саттым. 35 мыңға ровно жетті. Жүгірдім, ана кіріп кетті ғой. Мәссаған.
менде брейнрот та жоқ, тым да жоқ. Енді сол бурбалониді күту керек болып тұр ғой бізге. Бурбалони, шық, бурбалони беріңіздерші, бурбалони, өтініш бір бурбалони бар ма сіздерде? Енді мен базамда ешқандай брейнрот жоқ. Ойбой, 10 миллион беретін брейнроттар шығып жатыр ғой. 10 миллион достар. Бурбалониге қалай үлгере алмай қалдым мен, әлі соған таң қалып отырмын. Саттым, жүгірдім, бурбалони жоқ. Шықпай ма енді бір бурбалони 35 доллар тұратын? Маған именно андай версиясы керек. Манағыдай күшті версиясы болды. 250 доллар беретін болды ғой секундына. Әзірге бонеканы ала тұрайықшы, 5000 доллар тұрады екен. 10 доллар жинақ қойшы, келесте шыққан кезде бурбалони қиналмай тұратындай да. Неғып адамды қинап жүрдің? 50 мың тұрады екен, 300 доллар береді секундына. 50 мың доллар шимпанзини бананини секундына 300 доллар деген сұмдық қо. 50 мың, ойбай. Осы қараңызшы, күшті осындай заттар шығады маған. Мысалға, мен оған жеткізе алмаймын да, менде ондай ақша жоқ та, себебі 15 мың долларды мен қайдан табам саған? 35 мыңға әзер жетіп тұр менің ақшам мысалы қазір. Бурбалони деп қуанып атсам, лерили ларила екен ғой. Голд, 4 доллар береді дейді секундына. Мә саған, сен қандай күштісің лерили ларила? Сенің арқаңда бір жүріп өтсақ та. Достар, бізде бонека амбала бұл 45 мың долларға жеткізіп тастады. Амалсыздан қайтадан алдық оны. Себебі енді бостан-босқа тұрғаннан гөрі ақша келіп тұрғаны жақсы ғой бізге. 46 мың доллар. Давай, тағы жеткізші, біраз брейнроттар шығады сияқты күшті. Шимпанзини бананини келдір достар. Мына шимпанзини бананиниді ала. 2 шимпанзини бананини. Мынау 300 доллар беретін болса, мынау 375 доллар береді ғой достар. Маған срочный қазір ақшаларды бәрін жинап ол керек. Бонек амбала бұл. Қанша жинадың? Шығар бәрін. Так, сені сатамыз. Және 51 мың болды достар, мына жолы алалады сақтымыз бұл. Нені шимпанзини бананиниді. Рахмет бонек амбала бұл саған. Енді біздер секундына 375 доллар беретін брейнротпен әрі қарай дамайтын боламыз. Осы уақытқа дейін біздің бонек амбала бұл 60 қана доллар берді ғой, және онымен біздер көп алысқа кете алмадық. Енді бұлмен біздер 1000 долларды емін еркін 1,5 секундта жинайтын боламыз. Қараңыздар, 2 секундта бізде уже 1000 доллар болып отыр ғой. Ойбай, енді әрі қарай мықты брейнрот шықса да мен қиналмайтын сияқтымын. Мықты брейнроттар шығара беріңіздерші. Бар ма? Мықты брейнроттар бар ма? Бізде сәттілік әлі қосылып тұр, 10 мың доллардан асырдық. Дым істей алмаймыз. Мана бурбалони міне кетіп барады ғой, 35 мың долларлық. 200 доллар береді. Мен одан да мықты брейнрот алдым сенен. Себебі менде қазір тұрған шимпанзини бананини секундына 375 доллар береді. Голд версиясы. Және достар, бұл өте мықты. Осы арқылы да біз мықты брейнроттар, мықты ақша жинап аламыз. 10 мың доллар жинап қойған ғой достар уже. Енді тез ақша жинаған күтейікші. Мен саған достар, біздің шимпанзини бананинимізді қараңыздар. Шимпанзини бананиниміз біздің 80 мың доллар алып келген ғой достар. Мынаумен біз кез келген қалаған брейнротымызды аламыз ғой. Ойбай, мынақта неше ғой? 200 мың доллар тұра ма? 200 мың доллар тұра ма достар? Glorbo Fruto Drillo 200 мың доллар менде шықпайды ғой қазір. Ойбой, достар, енді мұна. Сэмми 6x сәттілік қосты, достар. Соның арқасында біздер, менде 106 мың доллар жетпейді екен. Сені сатсам да жетпейді, ядымға. Сен қанша сат? 25 мыңға ғана сатылады ғой, достар, бұл. 100 мың болдық па? 100 мың болдық, достар, 100 мыңға орай бізде 6x сәттілік қосылды. Сол сәттіліктің арқасында қазір жақсы брейнроттарды ұстап аламыз деген ойдамын, достар. Сондықтан мына жерден күтейік енді. Неге қайта лерили ларилар шығып атсың? Бірінші өтіп кеткен брейнротты алғым келіп тұр, оған дейін мұна ақшаны жинап алайық. Бұл тағы да бір 100 мың әкелсе, одан да керемет болар еді. Әзірге енді ақшасын жинап болған күтейік. 6x сәттіліктен ештеңе шығып атқан жоқ мына жақта. Сондықтан мұнан күте тұрайық. Мен саған достар 110 мың доллар жинап қойған ғой бізде шимпанзини бананини, яғни қазір біздер 211 доллардан асып кеттік. Және мына жақта 6x сәттіліктің арқасында біраз жақсы брейнроттар шығып жатыр екен. Мына жерде не кетпі? Glorbo Fruto Drillo достар. Glorbo Fruto Drillo секундына 1000 доллар береді. Нан сатамыз. Тез рахмет саған шимпанзини бананини. Осыған дейін сен маған көмектескенсің. Енді мен мына Glorboның арқасында тез жетуім керек қой. Glorbo енді секундына 1000 берсе, біздер 10 секундта. Ойбай, мына жерде бір минуттың ішінде уже біздер тағы мынадан да мықты брейнроттар алайын деп тұрық қой. Ал достар, біздің Glorbo Fruto Drillo 295 мың, яғни 300 мың жинақ қойған ғой. Ал достар, бізде Glorbo Fruto Drillo 911 мың доллар жинап қойды. Және өзі 100 мың доллар тұрады. Яғни мына жерден бір жақсы брейнрот шығатын болса, 2x сәттілікпен, онда біз
Емін еркін қазір бір брейнротты алсақ болады, бірақ достар, шынымен де айтайын, бір база болған өте қиын, бір база, бір орын болған өте қиын. Бір кішкентай базаның ішінде бір орын болу деген ойбой, бүгінгі енді біздің челленджімізді 10 миллион доллармен аяқтаймыз деген ойдамын, бірақ бұл шынымен де достар, сіздер лайк басатындай контент болып тұр, сондықтан тез арнаға жазылыңыздар, себебі жаңа жылдың аяқталуына, себебі осы жылдың аяқталуына 14 күн қалды, 14 күннің ішінде тез мені 50 мыңнан асырайық достар. Мына жердегі ақшаны алып алайық қазір. Мына жерде 1 миллион доллар жиналды достар, және қазір мына Glorbo Fruto Drill'ның ақшасын алатын болсақ, біздер 1 миллион долларды асатын боламыз. Міне достар, біздер 1 миллион 360 мың доллар жинап қойдық, және бізге тағы да қаражаттар керек. Әзірге Glorbo сен ақша жинай бер. Мен мына жерде магазиннен бірдемелер қарап келейін, не алуға болады. Бізге тез жүгіретін алуға болады. Негіз тез жүгіретін бізге артық етпейтін еді. Тез жүгіретінді алып қойық. 3000 доллар екен. Қиын емес қой 3000 доллар деген. Міне зат біздер или тез секіретін бұл. Мына секіретін ғой, жүгіретін емес. Бірақ енді секіріп бір жерлерге жетіп алсақ болады. Қараңыздар, пайдасы бар. Біздің база бір этажды. Мына жерде 50 мың, міне 1 миллион 400 мың доллар, достар, 1 миллион 400 мың доллар, енді 10 миллион. Сэмми? Жайшылық па? Ойбай, мұнан қараңыздар, достар, Сэмми маған зибралинийді шығарып жіберді. 3, 4, 5, 6, 7, 8 мутациямен ба? 8 мутациямен ба? Ойбай, үлгерейін. Тез сату керек. Достар, сататын болсам жететін сияқты ақшам, 1 миллион 500 мың доллар бар. Мынау 1 миллион 500 мың тұрады достар, және біздер мына челленджде емін еркін өтіп кететін сияқтымыз. Егер Сэмми осындай арасында көмектер жасап тұрса, себебі шынымен де мен өзім қиналып кеттім. Саған секундына миллион табамыз ғой достар, біздер уже. Ойбай, 10 миллион долларды табу қиын емес екен ғой, бүйтетін болсақ, 7 мутациямен достар, зибралини деген не ол достар, тағы да 1 миллионнан қараңыздар. Біз қиналмай өтіп кетеміз достар, енді мына жерден. Саған достар, әзірге енді біздің зибралинийіміз ақша жинап жатқан кезде мен базымның сыртын бір көріп шығайыншы, не болып жатыр. Қараңыздаршы базымның сыртын. Ойбай, кіп кішкентай ғана база ғой мынау достар. Мына жерде перерождение де жасай алмайсың ғой. Ой, тек қана ақша жинауға, қараңыздар, 10 миллион. Ойбай, надан кейін қандай брейнрот шықса да мен қорғайын деп тұрған жоқпын ғой. Менде 10 миллион қаражат бар, және достар, бұл челленджді біздер уақытылы аяқтадық. Яғни осы жерден видеомыз аяқталатын болады. Егер досым саған видео ұнаса, міндетті түрде дәл қазір лайк бас, комментарий қалдыр, және арнаға жазыл. Себебі сен арнаға жазылатын болсаң, осы жылдың соңына дейін біз өзіміздің мақсатымыз 50 мың жазылушыға жететін боламыз. Сондықтан досым, тез арнаға жазыл. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер, келесі жүздескенше. Досым, мына тұрған 2 видеоны көруді ұмытпа.